Сәлеметсіздер ме балалар? Сабаққа қош келдіңдер. English Language 3-ші сыныптың 5-ші модульдің 63, 64, 65-ші беттегі тапсырмаларын орындайтын боламыз. Сабақты бастамастан бұрын ең алдымен менің каналыма тіркелеміз, подписацияны басамыз. Одан кейін 10-15 минут уақытымызды бөліп, сабақты толығымен қараймыз, тыңдаймыз. Тек содан кейін ғана тапсырма орындаймыз. Сонда барлығы түсінікті болады. Ең алдымен мына грамматиканы біліп алайық. Do you like painting? Yes, I do. No, I don't. Бізде мұнда сұраулы сөйлем беріліп тұр. Do модальды, do қосымша жетістігі және like ұнату және жетістікке ing қосып тұр. Демек, біреудің бір нәрсені ұнатады ма, ұнатпайды ма білу үшін осы сұрақты қояды екенбіз. Do you like painting? Сен сурет салғанды ұнатасың ба? Yes, I do. Мен сурет салғанды ұнатамын. No, I don't. Жоқ, мен сурет салғанды ұнатпаймын. Және мұнда қарасаңыздар paint, сурет салу, painting ing жалғанып тұр. Бірақ swim болған жағдайда m екі еселенеді, swimming болып екі m жазылады екен. Және write әріпі түсіп қалады, writing болып өзгереді екен. Осыны естеріңіз сақтап алыңдар. I like painting. Мен сурет салғанды ұнатамын деп тұр мына қыз. Енді тапсырма орындайық. Complete the match. Аяқта, одан кейін сәйкестендір деп тұр. I like running. Мен жүгіргенді ұнатамын. Бірінші бізде A беріліп тұр. Келесі. I like dancing. Маған мен билегенді ұнатамын. Бізде ол мына суретте тұр. A, B, C, D, E болады бұл. Келесі. I like playing football. Мен футбол ойнағанды ұнатамын. Міне доптың суреті тұр. D. Келесі. I like riding a bike. Мен велосипед айдағанды ұнатамын. Мұнда бізде B. Келесі. I like climbing. Мен өрмелегенді ұнатамын. C. Және skateboarding қалды. I like skateboarding. Мен скейтборд тепкенді ұнатамын. A, B, C, D, E, F. Онда біз F белгілейді екенбіз. Осымен біздің бірінші тапсырмамыз аяқталды. Келесі екінші тапсырмаға ауысайық. Read and correct. Оқы және қатесін түзе. There are 6 mistakes. Онда 6 қате бар дейді. Мына жердегі қателердің барлығын түзеп, мен мұнда жазып қойдым балалар. My name is Asel. In my free time, I like singing and playing volleyball. I like cooking too. What about you? What you like doing? Менің есімім Асел. Мен бос уақытымда ән айтқанды және де волейбол ойнағанды ұнатамын. Және де тамақ жасағанды да ұнатамын. Сен бос уақытында сен не істегенді ұнатасың деп тұр. Қатесін түзеп мұнда жазып қойдым балалар. Енді talk with your friend. Өзіңнің досыңмен сөйлес. What do I like doing? Мен не істегенді ұнатамын. Do you like playing the guitar? Сен гитарада ойнағанды ұнатасың дейді. Yes, I do. Ұнатамын дейді. Осылай өздеріңе мына сөйлемнен бір-біріңе сұрақ қойып, сұрақ жасасаң болады. Келесі 64-ші бет. This is my super scooter. Бұл менің супер скутерім. My toy design. By Sanjar. Менің ойыншығымның дизайны. Санжардан. It's a metal scooter. Ол металдан жасалған скутер. It's a hard toy. Ол қатты ойыншық. With wheels. Дөңгелектері бар. It's a blue and it's big. Ол көк түсті және үлкен. Мұнда бізде metal дегеніміз метал және wheel деген дөңгелек. Келесі, look at Sanjar's design. Дизайнына қара дейді Санжардың үстіп, мына сұрақтарға жауап бер. What toy is it? Бұл қандай ойыншық? It's a scooter. Ол скутер. It's metal or plastic. Ол метал ма, пластик па? It's metal. What color is it? Оның түсі қандай? It's blue. Is it big or small? Ол үлкен бе, кіші ме? It's big. Ол үлкен. Келесі, tell the class. Сыныпқа айт дейді. Онда бізде өзіміздің ойыншығымызға туралы айтатын боламыз. What toy is your design? Сенің ойыншығының дизайны қандай? My design is a robot. Менің дизайным ол робот дейді. Is it metal or plastic? Ол метал ма, пластик па? It's metal. What color is it? Оның түсі қандай? It's silver and red. Ол күміс түсті және қызыл түсті.
Is it big or small? It's small. Ол үлкен бе, кіші ме? Ол кішкентай дейді. Енді design your own toy, do a project, present it to the class. Мұнда сен өзіңнің ойыншығының сипаттамасын бердің ғой, соның суретін салып, мына Санжар секілді проектісін жасап, сыныпқа таныстыр дейді. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Жоқ, бізде 65-ші бет бар ғой. Мұнда бізде 65-ші беттегі тапсырма қауіпті немесе қауіпсіз деген ойын екен. Яғни мұнда Safety in the playground, look and circle. Мұнда ойнайтын жерде қауіпсіздік сақта деп тұр. Look қара және белгіле. Мұна бала качеляға отырмаған, тұрып кашеніп тұр. Яғни ол қауіпті, е? Safe. Келесі бірде бізде safe be болады. Келесі мұнда мұнда қайсын белгіледім мен? Safe. Бірінші суретте жалпы алғанда бұл safe қауіпті, мұнда not safe қауіпсіз. Мынаны белгілейміз. Екінші суретте мына балалар кәшеніп тұр, е? Мұнда бізде safe, not safe қауіпсіз емес, ал мұнда бізде safe қауіпті. Мұнда келетін болсақ, мына балалар кәшеніп жатыр, тоже дөңгелекке мініп, ол қатты айдап жатыр, домаладып, сол себептен ол safe қауіпті, ал мұнда not safe қауіпсіз, қауіпті емес, е? Сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.